Біз әр тараудан кейін бақылау жұмыстарын алып отырамыз. Бақылау жұмысының мақсаты өткен материалдарды түсінгеніңізді тексеру. Кейбір бақылау жұмыстары оңай болады. Ең бастысы сабақта назар салып тыңдау. Ал кейбір бақылау жұмыстары қиындау болуы мүмкін. Олар үшін бірнеше ұғымды біріктіру қажет. Жаттығуларды орындау кезінде бағаға үміттенбеңіз. Дұрыс жауапты жіберу мүмкіндігі шектелмеген, бірақ бірінші мүмкіндіктен қатесіз жауап бергеніңіз дұрыс. Алайда бақылау жұмыстары сізді алаңдатпауы керек. Олар сізді лекциядан хабардар етіп, материалды түсінігіңізді тексеруге арналған. Әр тапсырмадан кейін түсіндірме жауаптары болады. Ол қарапайым тесттің дұрыс жауабы секілді емес, тереңірек болады. Бірнеше дұрыс жауап болуы мүмкін. Сонымен, бірінші бақылау жұмысы үшін сұрақ. Бірінші тараудың мақсаты қандай? 4 мүмкін жауап бар. Сіз дұрыс деп санайтын кез келген жауапты таңдай аласыз. Біздің мақсатымыз бағдарламаны бастау. Екінші таңдау компьютерлік ғылымның маңызды ұғымдарын зерттеу. Үшінші таңдау веб-беттен сілтемелерді шығару үшін код жазу. Төртінші таңдау бұл беттерді орналастыру үшін код жазу. Сонымен, бұл бірінші тапсырма. Сіз дұрыс деп санайтын барлық жауаптарды тексеріңіз.